Әй шалау, ана балаға түсіндіріп айтсаңшы. Малдың соңында жүріп не бітіреді? Қазір заман оқығанда қалды ғой. Білекті бірді жығады, білімді мұңды жығады дегендей. Бізді қойшы. Мал соңында жүріп. Әйелем бір. Сен осы қоясың ба, қоймайсың ба? Ойбу! Не болды? Қазандағы сүтті ұмытып кетіппін ғой, құдай, енді қайтейін, ұпырмалла. Ай, тұр! Арайда! Балам, Ау, жайлауға көшірістің. Бәріміз де жайғастық. Енді жолға қамдан. қайда ата? Қалаға оқуға барасың. Неменеге қайта-қайта айта бересіз ата? Бармайым деп айттым ғой, бармайым. Жоқ, барасың деген соң барасың. Бармайым дегеннен кейін бармайым дедім ғой. Ай, тоқта. Мынау қайтеді. Ай, тоқта. Ашуың басылды ма, балам? Мен емес қой ата. Ат қой ашуланған. Аттың ашуы басылды. Аттың деймісің? Қайран, жазықсыз жануарым-ай. Құстың мойны бос, арғымақтың белі бос, ал адамның көңілі бос деген. Анау шешең екеуміздің көңілімізді ренжітпей оқуыңа барсаңшы. Жарайды ата. Оқысам оқиын. Бірақ та қайтып келіп мал бағайыншы. Әйсеме ғой, осы қылжақты ғой, білдің бе? Оқуыңа, жолға қамдан.
Жігітім, темекі бар ма? Ассалаумағалейкум. Темекі сұрап жатырмыз. Жоқ, темекі жоқ менде. Жүрші мына жаққа. Жүрсей. Жүрейік. Документ. Қайдан келдің? Мен аға ауылдан келдім. Ауылдан келмей жатып, біз ақылы жасайсың, е? Жоқ, мен Мынау мойындамайды ғой, жүр емес сен. Мойындататын жерге қарай. бүгін ауылдан Аға, бұл жігіт кінәлі емес, мен бәрін көріп тұрдым аға. Сен де документің бере. Аға жібересің. Аға, рас айтамын, ан жақтан төрт бала қашып кетіп. Соқыр емес пе ма? Көріп тұрмын ғой мен. Жүріңдер. Рас айтамын аға. Аға жібересіңші. Аға, мен рас айтамын. Бауырым, атың кім болады? Месбек, Мен атым Қаршыға. өте қуаныштымын. Осы қалаға оқуға келдім. Мен де осы қалаға оқуға келдім. Жарайды онда. Жақсы. Жақсы жол болсын. Сен қайда барасың? Осында ағаларым үйі бар. Сен ше? Мен де сол ағаларым ғой. Жақсы. Жақсы. Жаздай ойланып, таздай айланып, қондым ау саған жұртым деп. Басым байланып, тілім байланып, соғады жүрек лүпілдеп. Берген тамағым айран шалабым, көңілде қалды күйкілдеп. Жайран ағаны қайдан табамын, жас келді көзге бердің деп. Қымбатты нарқын, қалмапты қартың. Түскенін сездім, мен қонымнан. Есік сындырасың ба, қайтесің? Қоңырауды баспайсың ба? Кім бұл? Мен Міңгірлемей айтсаңшы енді кімсің? Мен ғой Сәмбеттің баласы Қаршыға. Немере ағайыныңыз ғой. Кім керек? Сабыр берген ағам бар ма? Сәкен тауар алуға Қытайға кеткен, бір аптадан кейін болады. Оны қайтейін деп едің? Сабыр берген Сәкен болғалы бері есікке тыңдық жоқ. Күн демейді, түн демейді, осы жұрттар қызық ей. Түн ішінде келіп есікті қағатта тұрады.
Ей, айттың ба Сәкен Қытайға кеткен деп? Жоқ ол, дұрысмадан кейін келеді. Бүгіме? Мен ғой. Мен деген кім? Мен ғой қаршыға жиеніңіз. Қаршыға? Иә. Иә? Кірсейші есік ашық тұр ғой. Ассалаумағалейкум нағашы. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жағдайыңыз қалай? Ай, азамат, өз қапсың ай. Ай, бәрекелді. О, мынау үйіңіз керемет екен. Ақырын жеңгеңді айтасың жүр. Ақырын. Қараға қысайды дейсің бе? Ай, албай десеңші. Қара емес бұл. Бильярд болады астында, теннис болады, тренажерка болады. Мына енді кішкене құрылыс жүріп жатыр, ыңғайсыздау, бірақ бәрі жақсы болады. Сен ананы көрдің ба? Сауна. Сауна, а? Ауаны айтсайшы. Иттің дауысын естің бе? Дәу ит. Дәу ит. Түрлет, жан, түрлет. Міне, Құдайға шүкір бұрын қалай едік, қазір қандай болды? Керемет екен. Еңбек бұның бәрі маңдай тер табана. Қойма жерге бұны асыл. Мына әппақ. Мынаның бәріне қанша ақша кеткенін білесің бе сен? Білесің бе? Сен білмейсің. Айтайын ба? Мынаның бәріне бар. Sağ Қанша кетті? Қанша кетті? Көп кетті. Көп кетті. Осының бәрі жеңшеңнің арқасы. Жеңшең бе? Жүрегім.
Хош, жиен. Мында екенсің ба? Қала деген қиын. Иә. Экология. Мына үйдің ауасы кейде жеңгең түгіл бар ғой, мен өзім де ұйықтай алмаймын мына үйде. Дұрыс қой. Әкем жыртық үйінде Құдай бар деуші еді. Сәмбет жездеміз ба? Алтын ғой, алтын. Қазына ғой о кісілер, қазына. Сен айтпақшы бүгін қайда қонбақшы ойың ба? Сен былай істе, сен түн болса мынау сен баратын жеріңе тезірек жетіп ал. Бақтың ба? Сөйтіп ал. Сөйтіп ал. Сөйт. Ашыға, қалайсың? Қалайсың мен сен? Жақсы, осында оқуға тапсырасың ба? Иә? Сен де осында оқуға тапсырдың ба? Мен де жақсы болып бірге оқитын болдым. Ағаларың енді шығарсың? Иә, сен ше? Мен де. Не? Жүр енді паркке барып отырайық. Жүріп кет. Кешен несін?
Қала деген сұлу ғой, ә? Солай емес пе, Қарша? Мүмкін. Сен де ағаңның үйіндесің. Мен де ағамның үйіндемін. Шыныңды айтшы. Біртүрлі ыңғайсыз, е? Түк те ыңғайсыздығы жоқ. Қош, Қарша, мен білем ғой. Біз сияқты білім іздеп келген жігіттер өз бетімен өмір сүру керек. Мен пәтер мәселесін ойластырып қойдым. Бірге тұрайық та. Сонда пәтер жалдап тұрамыз ба? Иә, бірге пәтер жалдап тұрамыз. Онда тұрға не бар? Мелісбек, не болды? Қарша, жатқанымызға бір апта болды. Не істейміз? Бірдеңе істейік та. Бұл жерден шығайықшы, мына жерден шығайықшы. Жарайды. Тұра тұршы. Тасташы осы асықтарын. Тасташы, әулиенің сақалары емес қой, тасташы. Мелісбек, Не болды? бұл сақалар бүк түсе ма, шік түсе ма, алшы түсе ма? Барлығы бір Алланың қолында. Сонда сен Немен? жаратқан Алласың ба? Не деп тұрсың, Құдай сақтасын? Енді сен өзің қайтып тұрған, сақа сенің қолыңда емес пе? Жарайды, Мелісбек, жақсы бір концертке барайықшы. Қойш, ұйықтап қалам мен. Қаланың кереметін мен білем. Менен сұрашы. Менен сұра. Менен сұра. Менен сұра және менен сұра. Александр Сергеевич Ленин. Неге Александр Сергеевич? Өйткені ол қалжың. Өзің бейт тәурақ билейді екенсің ғой. Тәурақ емес, танцор де. Осы бимен талай қыздарды сындырып берді. Айтпашы, Қаршыға.
Өткенде паркте көрген қыздар бар ғой, солармен таныстым, мен ана жақта билеп жүр. Көрдің ба? Көрдім. Қастарында өзгеше бір боқ мұрындар келді ғой. Жетілеріне түйіппей жүріп, мына мен қарындасым қарап жүрмін деді. Арасында біреусінің қарындасы болып қалсашы. Бұнда айтасың ба, қарындасына қарап жүр, неғып жүрсің деп. Несбек, сен ана қарындастарың бір жігіттермен кетіп бара жатқан сияқты. Кете берсін. Мен телефондарын алып қалдым да, айтты, кейін асықпай кездесейікші деп айтты. Кете берсін. Қарындас келіңізші. Айта беріңіз ағай. Қандай сұрағыңыз бар? Бізде бутылочный және розливной бар. Қайсына келеді? Аты қандай? Менің атым Шарапат. Бұрыннан Шарапат па? Иә, бұрыннан Шарапат. Онда разливной беріңізші. Сізге ше ағай? Маған жай шай болады. Ағай, бізде көк шай бар, тегін. Көк шай ішіңіз. Сосын бізде арзан шоколад бар. Онда соны әкеп беріңізші. Мақұл бопты. Қаршыға, жалпы қыздың көңілін алып, бауырап алуды үлкен өнерді. Байқаған шығарсың, е? Өзің қалайсың мұндай жағдай? Кім біледі? Мен қалаға енді келіп отқан адаммын ғой. Түк түтпейді. Қалаға мен енді келіп отсам да, қыздың бастан шырайландырып жіберемін да. Үйреніп кетесің қасында бір ай үшін көрсең үйреніп. Қарындас, мен сізге разливной деп едім ба? Білемен құйын деп жатырмын ғой. Енді ана қолыңыздағы бутылка не? Дұрыс қой енді. Мен бутылкамен әкелсем бутылочный болады. Ал құйып берсем розливной болады. Солай емес пе? Жақсы қарындас, рахмет, жүре беріңіз. Мақұл, бопты. Айтпақшы Қаршыға, мен бағана қыздармен келісіп қойдым да. Қайда? Осында қалада бір жастар жиналатын жақсы мейрамхана бар. Сонда барамыз да. Тақылдап тапсырыс бере беріңіздер, бірақ соңғы бетін қарамай қойыңыз, жақсы ма? Неге? Өйткені ол жерде адам жейтін нәрсе емес, керісінше адамды жейтін нәрсе жазылып қойған да. Сен өзің әзір қой екенсің ғой? Мен әзіл қой емес, әзіл қошқармын. Мяу! Қаршыға енді әдемі қыздың аты, ал сенің аты неге Мелісбек? Ол енді былай ғой енді, жеті адамның атын ұмытпасын деп қойғанда Мелісбек деп. Енді атым Мелісбек. Иә. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, большевик, елшевик, колхозбек. Мақфуза, сенің атыңды кім қойды? Менің атымды әкем қойған. Әкең өте ақылды адам екен, өйткені Махфуз... Әрине, Махфузаның әкесі профессор, мамасы ғылыми кандидат, және де оның бүткіл жағдайы. Осындай қыздың жағдайы жақсы болу керек дегенім ғой.
Мақұлза, сені биге бола ма? Қалай болды, жақсы болды ма? Не, Мелісбек бұл жақсы шығар, бірақ та бір жанға жақын ән болса. Қарша, қойшы жақсы демалып отырмыз ғой, қыздар. Айтыңдаршы, шынымен жақсы ән болды ғой. Айтыңдар. Өзің ән айта аласың ба, айтшы. Айтам? Қаршыға сен ән айтасың ба? Ән айтасың ба? Өтінеміз, айтшы. Байқа, жұрт қашып кетіп жүрмесін. Қаршыға. Туған жер қандай көркем, мөлдіреген желегі, желмен ойнап желбіреген, аралап күндіз түні жүрсем дағы тыншымай, ет жүрегім ел жүреген.
білдірген ыстық ай бүлдіргенді өзендерің саяңда сайрап өскен өрендерім мен едім соның бірі қарыздарман әлі де сіңірген өзен бегім әлі де сіңірген өзен бегім әлі де сіңірген өзен бегім. Рахмет, бауырым. Жоқ, аға, рахмет. Аға керек емес. Рахмет, аға. Ей, әнші балапқа. Көш. Нурик, қайда кеттің, ей? Қаршыға жарайсың, өте керемет болды. Біздікі жай ауылды сағынғандық қой. Дұрыс, ұялмаған әртіс болады деген жай. Баяғыда біздер бар ғой, ауылда жүргенде бір конкурсқа қатысып, біздің ансамбль бірінші орын алған. Сонда сен де ән айтасың ба? Жоға, мен ән айтпаймын. Сол ансамбльді ұйымдастырып, былай не қылатынбыз, жалпы осындай істерге араласатынбыз. Қыздар не істейміз? Тағы да бір тапсырыс жасасақ қайтеді. Жоқ, рахмет. Бізге кететін болды. Бізге кету керек шынды. Жарайды, онда тұрсақ тұрайық. Иә, тұрайық. Не? Мелсбек, сен қыздарды алып жайлап бара берме, мен арттарынан барам. Сен қайда барасың? Мен арттарынан жетіп алам. Сен бізбен бірге бармайсың ба? Жоқ, қыздар барам, арттарынан қуып жетіп алам. Қаршыға. Мелсбек. Жақсы, қыздар. Жақсы, қыздар. Сен қайда барайын деп? Мелсбек, арттарынан жетіп алам дедім ғой. Жақсы, көп кешікпе. Жақсы. Не болды шақырып, туфлимді қайтарайын деп отырсың ба?
жігіттер, бос сөзді қайтеміз. Онда еркекше сөйлесейік. Жүрші. Жүрші. Жүрі. Қарша, мынау не сен ішпейтін ғой? Саған не көрінді? Жай ішін. Жай ішін болғанда мұндайды жай ішін ішпейді ғой, бірдеңені атап өтекті. Мысалы, неден бастасақ екен? Мысалы, мынадан бастасақ. Неден? Даяршы! Шөп тауып келші. Шөт емес, Қарша, біз әлі мынан тауысқан жоқпыз ғой, дәмін көрейік та еңгіші. Кеңсай қайда? А? Кеңсай қайда деймін. Кеңсай ма, Ақсай ма сұрап тұрған? Кеңсай. Әкем далада қалғанда молаға түне деген. Құдай сақтасын, Қаршыға, біз әлі далада қалған жоқпыз ғой, не айтып тұрсың сен? Қорқып тұрсың ба не? Жоға, енді... Қалжың айтам. Қалжың деші, үстіп адамды қалжың дейм екен, Қаршыға. Бәрібір баруымыз керек.
Ауылдан шығарда өз-өзіме уәде бербем. Орай осылай болып тұр. Сен де кеттің, мен де кеттім ауылдан. Осынымыз ұят болды-ау қауымнан. Ұят болды-ау туыс туған бауырдан. Сен де кеттің, мен де кеттім. Мына жұлдыздарды көмуге бола ма? Қарша, сен жынданған шығарсың. Жұлдыздар жанат, ағат, тамат. Басқасын білмеймін, кетекші, Қарша. Мына мүрделердің астының бәрі жұлдыздар мекен. Кеше қандай керемет демалыс болды. Мен мұндай сезімде бұрын болып көргем жоқ. Қыз үшін қырғиға бақ, қыз үшін қырқыс, қыз үшін төбелес. Түсінбеймін, осының бәрі не үшін керек? Зина, сен қайдан білесің? Олар біз үшін төбелеспеген шығар. Сіз үшін бе, біз үшін бе? Жоқ, әлде басқа бір қыз үшін бе, әйтеуір ұнамайды. Саған ұнамай. Ту, Махфуза, мәселе ұнамауда емес қой. Мәселе мынада. Мысалы үшін мен өз жігітімді, мысалы үшін бұлай елестетем. Костюм, шалбар, галстук, бір қолында гүлі бар. Саған келіп, eğilіп, жаным балам, мен сені сүйем, мен сен үшін күйем, мына байлықтың бәрі сен үшін деп eğilіп тұрады. Қаршыға, мейрамханадағы демалысымыз күшті болды. Мүмкін. Өзің негізі ән жақсы айтады екенсің. Мүмкін. Ана ақша берген жігітті айтам да. Жақсы жігіт екен. Мүмкін. Не болды саған? Мүмкін деп. Менің мүмкін деген себебім Махфузаның көзқарасы. Айдай нұрлы жүзі, әдемі күлкісі, жұмбақ жанар бәрі маған арналғандай. Мен оған ол маған ғашық екенімізді айтып үлгергенбіз. Сен кеш қалдың, достым. Қуғынбай, досым-ай. Махаббат деген осылай. Де. Махфуза, сәлем. Мен жалғызмын. Сені ойласам ұйқым келмей.
Ауылдан келген қаршығада ондай сезім қайдан болсын? Біздің бір-бірімізді ұнатып қалғанымызды көре алмайтын сияқты. МСС. Сәлем, мен өзіңнің досың, жоғлық. Сәлем, мен өзіңнің сенімді досың, Мелісбек. Зина, мен саған бірдеңе айтайын ба? Ой, Махфуза, қойшы, мен шаршап тұрмын. Маған қара, Мелісбектен. Ол екеуміз бірге тұрамыз деген жоқ па? Әзілдеген шығар. Әзіл болса, сен оның ешқандай сөзін өзгертпей, қаршыға жібер. Сонда қызық болады. Күншілдік, қызғаншақтық, көре алмаушылық, сатқындық сияқты бәлелерден аулақ болайықшы, Мелісбек. Жарай ма? Досым-ай, махаббат деген осылай де. Махфуза? Сәлем, қаршыға. Қайдан жүрсің? Кітапханадан. Мен де кітапханадан шықтым ғой. Ерден газет ала салайын деп. Мелісбек қайда? Ол пәтерде болатын. Қазір қайда барасың? Егерде түс қайта бос болсаң, мен сені қыдыртсам. Жақсы, мен сағат 3-тен кел босайым. Жарайды, онда келістік. Онда мен сені паркте күтейін. Жарайды, келістік. Сау бол. Жарайды, онда жақсы. Паркте күтем. Аяулы сезім таң нұрындай бақытқа бөлейді, тербеп ғашық жанды. Сол бір сезім арманымдай, көңілімнің ардағындай. Жаным жақсылықтың сайды мәңгі, жан жүрегім жалын. Асыл сезім, сағынышым аяулы, бақыт
сағынышым аяулы, бақытым арайлы арман. Өмірдің мәні сәні өзің аялай берсін, мәңгі асыл сезім алып ұшқан қайран көңіл, қандай ғажап іңкәр сезім жаным. Жақсылықтың сайды мәңгі, жан жүрегім жалын. Асыл сезім сағынышым аяулы, бақытым арайлы арман. Жаным жақсылықтың сайды мәңгі, жан жүрегім жалын. Асыл сезім сағынышым аяулы, бақытым арайлы арман. Енді тек қана жерде кездесейікші. Неге? Солай дұрыс болады. Мелісбек! Мелісбек, тамаққа кел. Мелісбек, сен кешке қайда барасың? Мен ағамды күне баратын шығармын. Көп болды ағамды күне бармаған. Сен апарайын десем ыңғайсызданып отырған. Жоқ, ыңғайсызданбай қой, мен кешке таман Махфузамен кездесетін ем. Қыдырасыңдар ма? Иә, өткенде партия кездесеміз дегенбіз. Жақсы онда. Жақсылап демалыңдар. Жақсы. Хабарласамыз ба? Жарайды. Алло? Жақсы. Я білем ғой. Оны ма? Я таба аламын. Ақша жете ма? Я әрине жетеді. Жетсе жұмысқа кіріс. Жігіттер, Зинаға хабарласыңдар. Барыңдар.
Алло. Алло, Мелісбек. Зина, қалайсың? Жақсы? Мен ба? Мен ағамдікіне кетіп бара жатыр едім. Жақсы, әрине. Онда көшеде күтемін, жолдың бойында. Жақсы. Мелісбек, сен ба? Иә, мен. Қаршыға де. Білмеймін. Осы жерлерде болу керек. Aynen. Қаршыға. 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 Қаршыға, не болды? Мелісбек, не болды? Қаршыға. Korma januarım ay. Bırak. Gel dala
Eskala әкел ана жіптің басын бер маған. Мына берсейші мынаны маған. Ал, ақыл, ал, итер енді. Çiçeği var ama. Ой, ай, малай. Шамыраны бармай, қамбар ата саған қанат бітіргенше, талай сор кешіп, талай ордан қарғып өтіңе тура келер. Құлыным-ай, жат қалада жанын шүбірекке тиіп жүрген шығар-ау. Құдай өзің жар бола көр. Сол баланы осы қалаға оқытпай-ақ қойық дегені өзі кемеспей тықа қытап қоймай қойған. Енді неменесін сызалақтап отырсың. Немене, менің балам басқалардың баласынан қай жері кемекен оның, оқысын? Оқыған адамдар жаман болып жатыр ма? Немене, сол құрған қалада немене менің балам жалғыз жүр ғой дейсің бе? Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ болса, тұр, малыңа қара. Сәлем, Мелісбек. Сәлем. Қалай бөпті? Жақсы ма? Қазір ғана ұйықтады. Дәрігерлер біраз тынығып демалсын деді. Қаршыға, сен мені кешір. Мелісбек, мынаны ойынғанда өзіне берерсің. Әрине, берем.
Махфуза. Сен еш нәрсені де түсінбейді екенсің. Мен Сәкеннен келе жатырмын. Білем, осының бәрін сол істеп жүргенде білем. Жаным, Махфуза, жақында туған күнім келе жатыр. Білсең ғой, ол саған қандай сюрприз дайындап қойған? Ол сюрприз болмайды. Не? Сенің есің дұрыс емес шығар. Махфуза, ойлансаңшы, Сәкен қандай жігіт? Оның ағасы, қандай азамат ол? Жеңгесі тіпті мақкөңіл адам. Ал оның әкесі бұл дүниедегі ең бай адам емес пе? Олардың бол дегені болады. Ондай адамдарды ренжітуге бола ма, Махфуза? Қой, шәуре болма. Жарайды. Менің түгім де кетпейді. Одан да ата-анаңды ойламайсың ба? Мамаң ұяттан өлмей ме? Әкең тек өндіріп отырған сол. Айтпақшы, сені шетелге оқуға түсіріп, ақшасын да төлеп қойды. Кім? Кім болушы еді, кімдерің бар ма, Махфуза? Ағасына да, жеңгесіне де айтпай, Сәкеннің өзі деп отыр осының бәрін. Әрине саған жағу үшін. Есің дұрыс емес екен сен. Қаршыға, сұңқар деп қиялдамай жерге түсте, Сәкен де арыстаныңды ойла. Одан жаман болмайсың. Сонда мені махаббатымды кім ойлайды? Махфуза. Махаббат. Иә, махаббат бар шығар. Бірақ мына заманда бірінші кезекте жағдай керек. Алло, Мелісбек, хатты Қаршыға бермей қой. Бүгін қанша суық кетті, Мелісбек? Айдың аяғы болып қалды. Ауылға бір хабар беріп бұлай. Әке-шешем білді ма не? Жоқ. Ол кісілерге не айтарымды білмедім. Дұрыс болған. Сен солай айтатынын біліп едім. Бір жағынан ешкім білмей-ақ қойсын дедім. Енді қанша дегенмен жігітпіз ғой. Бүгін осы Махфузаның туған күні емес пе? Оны қайтесің? Сен әуелі жазылып ал. Кейін асықпай тәуір болғасын. Келесі жылы барасың туған. Жоқ, болмайды. Баруымыз керек.
Мына түріңді қайтесің? Түрді қойш. Жүректі айтшы. Білесің де сен соны ұғасың ба, көктем көңіл бір атып гүл ашуда, сол көктемге сағынып сен жеткенде, кездескенге не жетсін бір асылға. Орайымен орнымен ойна да күн, сарласайық тойлайық тойда да бір, қайталанбас бақытты алдан күтіп, қайтаралмас күндерді ойға жүр. Аңды құрдасыңдай, құдағиды кластасыңдай көр деген бар мынау. Құдашылар асықпай төрге. Мына әніміздің кеші жақсы болып жатыр. Керемет билеп жатырмыз. Отырыңыздар, асықпай. Ал енді құрметті қонақтар, құдалар келесі тосымыздың тілек ниетін кезегін. Сәлеметсің. Біздің Махфуз екеуміздің достарымыз Қаршыға Мелісбек. Онда отырыңдар балалар. Оңне. Ал ендеше кешімізді арғарай жалғастырайық. Тос кезеген Махфузаның әкесі, бүгінгі ел ағасы, өзіміздің ағамыз, ортамызда отырған Жұмабек Сембаев, доцент профессор ағамызға тос кезеген сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен берейік. Бәрекелді. Міне бүгін қызым Махфузаның дүниеге келген күні. Туған күнің құтты болсын қызым. Ерке өсті, еркелеттік. Ештеңемізді аянғанымыз да жоқ. Бәрі де осы алтындай ақылды қызымыз үшін ғой. О, жарайды құдеке. Жат жерге кетіп бара жатқан жоқ қой қызыңыз. Сәкеннің міне ағасы, жеңгесі келіп отырмыз. Баяғыдан бір-біріміз танимыз ба? Солай емес пе құдағи? Мына бізде бар жақсылықты жасап жатырмыз дегендей. Құдағи-ау бірдеңе деп қойсаңызшы. Жақсы жарайды. Енді міне дүниеге келген күні жаңа өмірді бастайын деп отыр. Алдынан жарылғасын. Ой, бәрекелді құдеке. Қанша балақтар қояр, бәрекелді. Ал бәрекелді құдеке, ендеше екі жастың бақыты үшін алып қоймаймыз ба? Алыңыздар. Ал, құдеке келіңіз. Құдағилар, самолеттің уақытысы болып қалды. Сіздерден рұқсат болса, біз келінімізді алып жолға аттанайық. Рұқсат етіңіздер.
Балақайлар, Қантал апай. Жанау, қартайғанда айдалаға тал егіп, нені үміт еттің? Үміт дейсің бе? Ол деген өмірдің заңы. Ертең шал кетеді, тал қалады. Күндердің күні болғанда тіршіліктің бәрі де топыраққа айналады. Баланың да, бала талдың да бақыты өз топырағынан бастау алмай ма? Ертең біз кеткен соң бұл ағаш күтусіз қалмай ма? Ағаш екеш, ағашта тамырын жайғанша ғана күтімді қажет етеді. Ал одан кейін өзінің тағдыры басталады.